Кэмрон Самедов із-түссіз жоғалып кеткен 5 жасар қыздың қайда жүргені туралы болжамын айтты. Оның айтуынша, Мәдина айдалада адасып жүр. Бұл туралы экстрасенс Кэмрон Самедов өзінің инстаграмдағы парақшасында жазды. Онда көріпкел қостанайлық қыздың айдалада адасып жүргенін айтқан. Оның ойынша, қыз аутизмге шалдыққан екен. Ерекше диагнозы бар баланы іздеу үшін Камриан кинологтарды іске қосу керек дейді. Менің де 2 қызым бар. Мұны мен бір Алланың разылығы үшін ғана жасап жатырмын. Маған қыздың фотосын көрсеткенде, мен бірінші тыныштықты сезіндім. Кішкентай бүлдіршін далада адасып жүр. Еріктілерге хабарласып, сезген дүниемді айттым. Бала далада аш отыр. Әбден шаршаған. Полицейлерге айтарым, далаға жарықты түсіретін шамдарды көбірек жағыңыздар. Кинологтардың көмегіне жүгіну керек. Қыз аутизммен ауырады. Бұдан да бөлек қатты шошынып қалған. Іздеңіздер, табылып қалады, деді Кэмрон Самедов. Қостанай облысындағы ауылдардың бірінде 5 жастағы қыз жоғалып кетті. Полицияның дерегінше, кішкентай қыздың қасында 18 және 13 жастағы әпкелері болған. Алайда, олар таңертең оянғанда сіңілісін таба алмаған. Жамбыл ауылында болған жағдай туралы полицияға қыздың анасы хабарлады. Облыстың полиция департаментінің мәліметінше, хабарлама келіп түскеннен кейін бірден кешенді іздеу жұмыстары басталған. Іздеу жұмыстарына Қостанай қалалық полиция бөлімінің жеке құрамы бекітілді. Сонымен қатар, еріктілер де іздеу жұмыстарына жұмылдырылған. Қазіргі уақытта Қостанай полициясы 5 жастағы қызды іздеу жұмыстарын жалғастырып жатқанымен нәтиже болмай отыр. Осы жаңалыққа қатысты. Дәл қазір іздеу жұмыстарын мамандар арнайы жарық шамдармен жалғастырып жатыр. Қостанай облысында жоғалған 5 жасар қызды іздеу жұмыстарына тартылған еріктілер оның ізіне түсті. 10 тамыз күні түнгі сағат 12:20-да тың дерек пайда болды. Бұл туралы еріктілердің бірі Аслан Кенжетай өзінің инстаграмдағы парақшасында жариялаған. Айтуынша, жүгері алқабынан басқа маңда шөп арасындағы құмнан жалаң аяқ баланың іздері анықталды. Бұл жерде басқа адамдардың ізі жоқ. Сондықтан құтқарушылар бұл маңда жоғалған бала ойнаған деген болжам жасап отыр. Дәл қазір іздеу жұмыстарын мамандар арнайы жарық шамдармен жалғастырып жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша, қыз бала терезеден шығып, үйден кетіп қалған. 5 жасар бүлдіршін Мәдина аутизм дертіне шалдыққан, әрі сөйлемейді.